Үй жағдайында 10 минутта дайын болатын пицца. Ұнаса лайк басып комментарий жаз. Қайырлы күн достар, мен сіздерге бүгін пиццаның тестасын қамырын дайындап көрсетемін. Ол үшін бізге бір бокал сүт керек. Осыған бір чай қасық тұз саламыз. Бір ас қасық күншеге салдым. Екі ас қасық сұйық май құйдым. Енді осыған бір чай қасық дрожь салдым. Мен пиццаның қамырын ашытып істеймін. Осыған бір 500-дей ұн қостым. Соны істей берейін. Мен көбінесе бәрін көз жобамен істеймін. Еш нәрсені өлшеп жатпаймыз. Қайырлы күн достар, мен сіздерге бүгін пиццаның тестасын қамырын дайындап көрсетемін. Ол үшін бізге бір бокал сүт керек. Осыған бір чай қасық тұз саламыз. Бір ас қасық күншеге салдым. Екі ас қасық сұйық май құйдым. Енді осыған бір чай қасық дрожь салдым. Мен пиццаның қамырын ашытып істеймін. Осыған бір 500-дей ұн қостым. Соны істей берейін. Мен көбінесе бәрін көз жобамен істеймін. Еш нәрсені өлшеп жатпаймыз. Міне осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Енді осыны орап қоямыз бетін жауып. Міне біздің қамырымыз ашып қалды. Енді осыны майда бөлікке бөліп аламыз. Бәрін бірдей бөліп алыңыздар. Менде бір 5-еу шықты. Енді бұған азырақ майонез құямыз. Майонездің басын үлкен жоқ кешіп жіберіппін. Кетчуп құямыз. Тегістеп бірге қылып жағып алыңыздар. Сосын менде колбаса не қалмапты, сосын сосискадан істеп жатырмын. Әркім өзі біледі. Үйлеріңізде не бар? Барлығын салып жүрсеңіздер болады. Міне пеште қызып пісіп шықты. Керемет. Дәмі де өте күшті болыпты.